Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Бибі Айша. Бүгін сіздермен творожный пирог жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Керек заттардың барлығын дайындап алдым. Ұнымыздың үстіне азғантай су құйып, оның үстіне жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, сары майымызды салып, оның үстінен қопсытқышымызды салып, әдемілеп қамыр илеп аламыз. Кішкене мен суымның жартысын алып қойдым. Құрғақ болған кезде үстінен аздап-аздап құйып, солай қамыр иледім. Өте дәмді болып шығады. Біздің қамырымыз осымен дайын болды. Енді оны аз уақытқа алып қоямыз. Енді оның үстінен салатын салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін творог керек бізге. Жұмыртқа керек, қаймағымыз салып аламыз. Қантымызды салып алып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Блендермен аралассаңыздар да болады, мен венчикті қолдандым. Достар, видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тіркеліп, қоңырауша басып қойыңыздар. Келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін. Міне біздің салмамыз осымен дайын. Енді қамырымыз жайып аламыз. Мен ақ қағазды пайдаландым. Пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Осылай қамырымызды әдемілеп жайып аламыз. Шетін шығарып жайып алған соң, оның үстінен 2 қасық мен варенье салдым. Салмаса да болады, мен осындай қолдандым. Оның үстінен жаңағы қоспамызды салып алдым. Осылай барлығын құйып дайындап алдым. Енді оны 180 градуста 25 минутқа пешімізде пісіріп аламыз. Творожный пирогымыз дайын болды. Міне әп-әдемі болып шықты. Көріп отырғандарыңыздай. Достар, каналымды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Кешкі уақыт түсірген соң кішкене қараңғылау болып қалды. Светтің жарығына байланысты бұлай әп-әдемі болып шықты. Міне енді оны кесіп көреміз. Міне әп-әдемі дәмді болып шықты. Осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Бибі Айша. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын.